Оқушым сөмкеңді ұста киініп ал, қайта қой қонақ кетті үйіңе бар, деп ұстаз мектебімнен қайтарған еттің даушым қонағы кім кейін ұғар. Күйсе де сағыныштың отындамын, қонақтар болсын мейлі жақындарым. Атанам қалдырмаушы ет сабағымнан, білмедім неге жедел шақырғанын. Алысамын ойыммен сенделемін, үйге қарай аяңдап мен келемін. Сағынған соң алыстан ат терлетіп келген шығар ағалар жеңгелерім. Келгеніме апалар жезделердің, олар келсе үйіме тез келермін. Айтқан кезде ұстаздың келбетінен қандай қонақ шақыртқан сезбегенмін. Бұл қонақ ішінде көп наласы бар, кешегі мұңын шаққан бала шығар. Көшені бойлап үйге ойлап келем деседі жорамалым нағашылар. Қашанда баласына жаны құштар, анам ба ақ жүрегін алып ұшқан. Баласын айлар бойы көрмегесін шақыртқан сол екен ау сағыныштан. Қалаға емделуге жөнелгеннен, ізінен хат жазғанмын өлеңменен. Сағынып кеттім сені құлыным ау, сауығып емханадан келем деген. Оқушым сөмкеңді ұста киініп ал, қайта қой қонақ кетті үйіңе бар, деп ұстаз мектебімнен қайтарған еттің даушым қонағы кім кейін ұғар. Күйсе де сағыныштың отындамын, қонақтар болсын мейлі жақындарым. Атанам қалдырмаушы ет сабағымнан, білмедім неге жедел шақырғанын. Алысамын ойыммен сенделемін, үйге қарай аяңдап мен келемін. Сағынған соң алыстан ат терлетіп келген шығар ағалар жеңгелерім. Келгеніме апалар жезделердің, олар келсе үйіме тез келермін. Айтқан кезде ұстаздың келбетінен қандай қонақ шақыртқан сезбегенмін. Бұл қонақ ішінде көп наласы бар, кешегі мұңын шаққан бала шығар. Көшені бойлап үйге ойлап келем деседі жорамалым нағашылар. Қашанда баласына жаны құштар, анам ба ақ жүрегін алып ұшқан. Баласын айлар бойы көрмегесін шақыртқан сол екен ау сағыныштан. Қалаға емделуге жөнелгеннен, ізінен хат жазғанмын өлеңменен. Сағынып кеттім сені құлыным ау, сауығып емханадан.